Сәлеметсіздер қыз-келіншектер, мынау бізге блинный жасауға керек заттар. Бұл 2 жұмыртқа, 2 ас қасық қант, 500 мл сүт, мынау сұйық май, 2 ас қасық сұйық май, 300 грамм ұн, мынау жарты қасық содамыз, ас содамыз. Миксер керек болады, ыстық су және жасап бастаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызды алып салып аламыз. Одан кейін жұмыртқаның үстіне қантымызды саламыз. Миксермен араластырамыз. Миксермен араластырып болғаннан кейін сүтті құямыз. Сүт пен жұмыртқа бөлме температурасында болу керек. Содан кейін жарты қасық тұзымызды саламыз. Кейін 300 грамм ұнымызды саламыз. 300 грамм ұнымызды саламыз. Бір келкі болғанда үстіне жарты қасық содамыз, ас содасын саламыз. Ас содасын араластырғаннан кейін қайнап тұрған 200 мл суымызды құямыз. Қайнап тұрған 200 мл суымызды құямыз. Одан кейін 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Оны қыздырамыз. Қызғанша. Мынаны тек бір келкі табанды қыздырып аламыз. Қыздырып алғаннан кейін бір жол қоямыз да тез айналдырамыз.
құйғаннан кейін газын плитаны 3-те тұрғаннан 0-ға ауыстырамын. Сөйтіп ақырын аударамын. Кегістеймін. Аударамын. Біздің блины осылайынан шықты. Ажурный. Нажала. Бұны чуть-чуть күйдірмей пісіруға болады. Мынау біраз тұрып қалды. Астарыңыз дәмді болсын. Блиніміз ажурный. Сынбайды, жұмсақ. Ас болсын.